24 ақпанда Елбасы кітапханасында Павлодар және Семей өңірінен келген студент жастар Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің спорт ісі жөніндегі комитет төрағасының орынбасары Серік Жарасбаевпен кездесті. Салауатты ұлт, спортшыл Қазақстан тақырыбындағы кездесу Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Және осы айтулы датаны мерекелеу күнтізбесіне сәйкес іс-шаралар жоспары аясында өтті. Серік Жарасбаев жас активистерге Рио-де-Жанейрода өтетін жазғы олимпиадаға спортшылардың дайындық барысы, Қазақстанда спортты дамыту перспективалары, қазіргі қазақстандықтың өміріндегі спорттың рөлі туралы айтып берді. Атлантадағы олимпиададан бері лицензиялар саны мен спортшыларымыз қатысатын спорт түрлері 2 есеге өскенін атап өткен мейман, спортшыларымыздың Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиадаға дайындық деңгейін сипаттап берді. Кездесу интерактивті режимде өтті. Студент жастар жазғы олимпиадаға қатысатын спортшыларымыз бен жанкүйерлеріміздің спорттық киімі қандай болады? Спортшылар үшін арнайы оқу мекемесі ашылады ма? Еңбек демалысына шыққан спортшылардың әлеуметтік бейімделу проблемалары туралы көптеген сауалдар қойды. Кездесу соңында Серік Жарасбаев қатысушыларға зор денсаулық, оқуда табыс пен спорттық жетістіктер тіледі.